Осы суретте сізде қорқыныш пен үрей тудыра ма? Олай болса, сізде трипофобия термин 2004 жылы ұсынылды. Бұл кластерлік, яғни бір жерде шоғырланған тесіктерден қорқу дегенді білдіреді. Органикалық нысаналарда шоғырланған тесіктер, мысалы лотос жемістері мен қамырдағы көпіршіктер, адам қалтырауын, жүрек айнуын, терінің қышуын және жалпы ыңғайсыздық сезімін тудырады. Трипофобияны американдық психиатриялық қауымдастығы фобия деп санамайды, алайда мыңдаған адамдар бұл фобиядан зардап шегеді деп мәлімдейді. Шынымды айтсам, өзім трипофобияны өтірік деп соңғы уақытқа дейін ойлағанмын. Сөйтіп әйелімде бұл фобияны көргенде шынымен де өмірде болатынына көзім жетті. Айтуынша, қорқыныш пен жиіркенішті тек органикалық нәрселер ғана тудырмайды. Мысалы, осы сияқты ғимараттардың дизайны трипофобияны оятады. Ал сізде осы сияқты суреттер қандай да бір сезім тудыра ма? Егер солай болса, комментарийде өз сезіміңізді айтып кетсеңіз жақсы болар еді.